Негізі бұл карта жайлы менің YouTube каналымда целый ролик бар. Бірақ та мен сізге қысқаша айтып түсіндіргім келіп тұр. Просто ол видеоның онша түк шықпағаннан емес. Бұрында Жәнібек дейтін бала 1740 версиясында печканың дюбінің арқасында өте көп опыт алғанда заттарын затерять етіп, просто ресурс тауып, оны үй салып, оны YouTubeға салған. Оның салып атқан үйлерінің бүкілі плагиат болған. Бірақ та оның ең басты арманы, конечно же, просто Майнкрафтта город салу болған. Одан кейін ол осы картаны тастап кетіп, басқа достармен серверлер ашып, сояқта ойнап кетті. Енді бүкіл серверлер жабылғаннан кейін, ол осы картаға кірсе, 1740 версиясынан үлкен ары-қарай жоғарғы версияларда дюб жұмыс істемейді. Ал енді ол басқа да фермалар салып, бірақ та выживаниесін шамалы оңай қылу үшін әртүрлі фермалар, ферма дейтін по идее қора емес па, иә? Қора салғысы келіп тұр. Иә, достар, мен өзімнің ең бірінші қорамды салып бастамақшымын. Менің обложкамен және де уровеньмен қарағандарыңыздар, менің ең бірінші салайын жатқан қорам ол тотем шексіз қорасы. Неге именно тотем өлмесі қорасын бірінші салмақшымын? Ал сіздерге, достар, осы видеода тотем өлмесі қорасын қалай салу керек екенін жайлы үйрететін боламын. Неге осы қораның телефонда жұмыс істемейтін жайлы? Тағы да басқа қызықтар болар. Бұл мирде мен эндке бармағаным үшін элитраның көмегімен іздей алмаймын. Сол үшін Незерский әлеммен бару керек болды. Сіздер білесіздер ме, Незерский әлемді ат деп атауға болмайды, өйткені ночь бұл басқа планета сияқты қылып істеген. Менің ең бірінші ашқан порталымда аванпост пен шөл дауыл екеуі бірге шықты. Ол дегеніміз жителерді тасу қиындық тудырмайды. Бұндай қораны ешқашан салып көрмегендіктен YouTube'дан туториал іздеу керек болды. 2000 years later. Алдымен астында осындай кішкентай механизм болады. Бұл шыққан разбойниктерді сумен жылжытып, осы жерде тұрған түрзебестерге тиіп өледі. Оны мен лақтырғандықтан өлгені маған септеледі. Төбеде мен осы платформада тұрып, дурное знание алып тұрам. Осы жерде житель тұрады. Егер жительде төсек болса, ол полноценный ауыл болады. Рейдтер осы жерде шығып, сумен жылжып өлу керек болатын. Оказывается, бұл ферма Java версияға арналған екен. Бұл бета версияда жұмыс істемейді. Мен ойнап атқан. Мен осы қатемді сразу түсініп дұрыстатты деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Одан самай құрта бердім мен. Өзіме қиындық істеп. Ең басында мен деревнядағы жителердің рейдтің спавнына кедергі келтіріп тұрған шығар деп ойладым. Я, мен деревнядағы жителерді тірі қалдырам. Олардың есіктерінің сыртына блок қойып қоям да, сөйтіп сұрақта қамап қоям. Бұл олардың безопасность үшін. Өйткені қастарында рейдтер бар, және де пустынада шығатын зомбилар, күндіз өлмейтін. Сол үшін оларды мен ойлап, сыртынан құлтап қойдым. О жоқ, мен бүйтіп мәңгілік өмір сүремеймін. Лучше өліп қалсам артық еді. Сонымен ешқандай да кінәсі жоқ шетелдерді өлтіріп тастадым. Фермам онсыз да жұмыс істемейтінін түсіндім. Енді осындай әдемі емес ферма салу керек. Мен бұл ферманы салдым. Және де оның астан осындай түрізусен өлтіретін механизм істедім. Ол өлген заттардың бүкілі осы сортировка түседі. Сортировканың бір минусы бар. Ояқта только стак болатын заттар ғана түседі. Ал стак болмайтын тотем, зелья, немесе басқа да книгалар мусорға түседі. Ары қарай ояқтан өзім сортировать етіп аламын. Негізі, достар, мен көптеген жерлерін көрсетіп жатқан жоқпын. Бірақ та оларды сіздер кәдімгі YouTube'да туториал деп іздесеңіздер шыға береді. Сол үшін только ең қызық жерлерін көрсетіп жатырмын. Мынау жапырақтың үстіне разбойниктер шығып, менің жителімді өлтіріп тастап жатыр. О, күшті книга. В общем, достар, Майнкрафттағы осындай бүкіл багтың кесіріне мен өзінің процессорымды кінәлаймын. Немесе менің жапқаным қате болуы мүмкін. Бірақ та, достар, мен прям процессор кінәлі деп точно айтамаймын. Өйткені мен оның қалай жұмыс істейтінін полностью түсінбеймін. Сол үшін қазір сізге шамалы бір нәрсе айтып түсіндіремін, видеоны созу үшін. Мен түсінген бойынша процессор ол предложениелерді қалай жұмыс істеу керек екенін айтып отырады. Немесе есептеп беріп отыра ма? В общем, сондай.
Бәлкім телефонның арты қызып кеткеннен, өйткені Майнкрафтта ұзақ уақыт бойы перерывсыз ойнап, содан процессорде қызып, өтірік командаларды бере берген. Сөйтіп, разбойниктер кроваттың үстіне, полублоктың үстіне, кнопканың үстіне, жапырақтың үстіне шыға берген. Негізі бұдан шығатын жол ең басында бар еді. Просто ойыннан шығып кетесің, сосын ұзақ уақыт өткеннен кейін қайттан кіресің де, ары қарай өз ойынды ойнай бересің. Бірақ та бұндай вариант бізге келмейді. Немесе маған келмейді. Қазір сіздерге тағы да бір қойылым көрсеткім келіп. Ол қойылымның аты қалай жительдерді тірі алып қалу керек разбойниктердің қолынан. Я, достар, мен әртүрлі варианттарды көрдім, чтобы жительді қалай тірі алып қалуға болатыны жайлы. И тамашалаңыздар. Жаңағы тұрған жерде менің ең бірінші экспериментім болды. Ояқта менің жителім бірақ та өліп қалды. Неге екенін сіздерге айтып түсіндірем. Ояқта ең бірінші жапырақ болды, және де оның астында кровать, осының бүкілі жапырақпен қоршалып тұрды. Бірақ та ол менің жителімді рейдтерден қорғай алмады. Разбойниктерден дегенім ғой. Екінші эксперимент. Бұл жолы ешқандай бос жапырақта орын қалдырмау керек екенін түсіндік. Сол үшін кровать және оның үстіне жителер қоямыз да осының бүкілі жапырақпен қоршап шығамыз. Бұл да правильно болды. Өйткені разбойниктер кроваттың үстінде шыға береді екен. Үшінші эксперимент. Бұл жолы түсіндік, что кроваттың үстінде разбойниктер шыға береді. Сол үшін кроватты енді қаққа қою керек. Я, дұрыс, разбойниктер шығатын платформаға. Енді сол үшін тағы да бірнеше су қосатын жерлерді қою керек, чтобы бұларды жылжытып жіберу үшін. Енді жителді кроваттың қасына орналасу керек. Өйткені житель мен кроваттың арасында где-то 5 блок болу керек, чтобы ол полноценный деревня болу үшін. Сөйтіп мен өте просто бұл блоктың қасына жительді орналастырып қойдым. Так, это что такое, а? А? Ты с ним заодно? Бірақ та ол да қате болып шықты. Өйткені полублоктың үстінен разбойниктер шықты. Достар, мен оған дейін бұл эксперименттерді істеп көрген жоқпын. Және процессордың қызығаннан осындай қателер болып жатқанын білген жоқпын. Просто эксперименттің арқасында жителімді тірі қалып қалдыру үшін істеп көрдім. Просто процессор деп осы видеоны істеп жатқан кезде ғана ойлай бастадым. Одан кейін мен жителімді люктің үстіне қойдым. Люктан кейін забордың үстіне қойдым. Бірақ та оның бүкілі правильно шықты. Және бұны мен экспериментке қоспасам да болады. Өйткені мен бұның бүкілін творческіні сенім. Ал осының алдындағы бүкіл жителдерді осылай төбеге қарай вагонетпен қарай көтердім. За хуйня нахуй. Отақты түсінген жоқпын. Соңында жителдерді бұдан да оңай жолмен тасуға болатынын білдім. Енді достар, сіздер жителдерді төбеге қарай лодкамен де көтеруге болатынын білдіңіздер. Бұл бір лайкқа лайықты деп ойлаймын. Осы достар, ауылда ешқандай житель қалмағаннан кейін мен енді экспериментке жителерім керек болды. Сол үшін осы разбойниктің үстінен шыққан жителерді емдедім. Ал қалған жителерді осылай судың бетін мұз қылып және осы жақтан зомби житель шыққан күттім. Ал енді қайтадан экспериментке оралайық.
Біз жаңа білдік, что лодканы поводоктың көмегімен төберек көтеруге болатын. Ал поводокты тағы не істеуге болады? Я, дұрыс, оны загонға байлап қойға болады. Сонымен жителі осылай құтқарып қалуға да болатын сияқты. Бірақ та қазір көрейік. Жігіттер, адам болып кететін сияқтымын, жігіттер. Жігіттер, емдеп алыңдар, жігіттер. Бұл менің кінәм. Өткен төбеге мініп көтеріліп жүрген кезде байқамай бір көзін сындырып кетіппін. Егер де мен анау листіні жапқанның өзінде забордың үстіне моп шығып, жителдің қасынан отырып алып, оны өліп тастауы мүмкін еді. Сол үшін лодканың қасынан отыратын тағы да бір напарник іздедім. Ал океанда жүзіп жүрген кезде осылай лодканың үстінен молния ұрып, просто жоқ жерден осындай талпас шығып кетті. Айттым ғой, телефон қатып жатыр деп. Осылайша мен жылқыдан және де плюс жителден де айырылып қала жаздадым. Ал бірақ та бұл проблемам бүкілі өте оңай шешілді. Өйткені мен новый пассажир таптым. Енді осы жол точно маған ауыл қаһарманы дейтін атты беру керек. Осы бір қора жұмыс істеді ғой ендігі. Ендігі осы фермадан шыққан бүкіл доброны алып, қашып кету керек. Олар бізде изумруд және де тотем. Оның бүкіл сортировкада жатыр. Все, ферма, сенің жұмыс істегеніңе рахмет. Енді мен кеттім. Біту керек, чтоб мынау ферма жұмыс істемей тұрғанша сіздерден тағы да қоштасып алайын. Достар, осы кезге дейін көргендеріңізге өте көп рахмет. Осы ферма жұмыс істеген үшін бір билеп алайық. Whopper, Whopper, Junior, Double, Triple, Whopper, Flame Grill, taste with perfect toppers. I rule this day. Lettuce, mayo, pickle, ketchup. Және де осы жерде бүкіл тақырыптарды мен өзім телеграм каналыма салып, сояқта талқылағанбыз. Сау болыңыздар.